Сәлеметсіздер ме, құрметті оқытушылар және де студенттер. Microsoft Teams платформасында оқу үшін қалай тіркелуге болатынын қарастырайық. Сіздердің почталарыңызға Microsoft'тан хаттама келу керек. Сол хаттама бойынша өтеміз. Және де сіздерге пайдаланушының аты және де уақытша пароль беріледі. Төменгі жақта ссылка болады. Ссылка бойынша өтеміз. Ссылка бойынша өткенде бізде келесі бет ашылады. Есім жазылып тұр, пайдаланушының есімі, және де маған пароль қажет. Алдындағы парольді көшіремін, және де енгіземін. Растау деймін. Current password. Алдындағы паспортты енгіземін. New password. Жаңа пароль ойлап табу керекпін. Сіздер өздеріңіз жаңа пароль ойлап табасыздар. Латын әрпімен жазу қажет әрине. И екінші рет қайталап жіберемін. Келесі. Бізге толығымен тіркелу үшін телефон арқылы аутентификация өту керек. Ол үшін біз телефон таңдаймыз. Келесі. Выберите регион. Қазақстан дегенді таңдау қажет бізге. Және де өз нөмірімізді енгіземіз. Енгізген кезде бастапқы 8 немесе плюс 7-ні енгізбейміз. Маған SMS деген галочканы алып тастамаймыз и әрмен жалғастырамыз. Келесі қадам электрондық почта арқылы аутентификация өту қажет бізге. Басамыз настроить сейчас деп. Және де өз почтамызды енгізу керекпіз. Және де бізге SMS келу қажет. Біз өз почтамызға өтеміз. Біздің почтамызға SMS келді. Сол жаңа SMS-ті ашамыз. Және де кодты жүктеу керек бізге. Кодты жүктейміз. И растаймыз. Келесі телефонды тағы да растаймыз. Растау. Келесі қадам бізде Teams платформасын жүктеу болып келеді. Бірнеше бағдарламалардың ішінен Teams таңдаймыз. Бұл бізде онлайн платформасы. Біз қосымша Teams бағдарламасын жүктейміз. Видеоның астында сілтеме қалдырамын. Сілтеме бойынша өткен кезде келесі бетке көшеміз. Бұл беттен біз скачать версию для компьютера таңдаймыз. Жүктеу. Және де бізде жүктеліп жатыр. Менің жағдайымда 64 разрядты болып келеді. Жүктелген бағдарламаны ашамыз. Пайдаланушының есімін сұрайды. Учетный записімізге көшеміз. Көшіріп аламыз. Және де енгіземіз. Келесі қадам бізде пароль енгізу болып келеді. Өздеріңіз ойдан құрастырған парольді енгізу керексіздер. Сіздердің телефондарыңызға SMS жіберіледі. Сол SMS-ті енгіземіз. Окей дегенді басамыз. Жалғастырамыз. Teams платформасы толығымен орнатылды. Назарларыңызға рахмет.
сау болыңыздар.